Сонымен Реал Мадрид келді деп Алматыда ұйқы жоқ жастарында. Едва сдерживала полиция. Эмоциясы ерекше және барлығы алдағы Қайрат пен Реал арасындағы ойынды асыға күтуде. Алматыдағы қазіргі эмоция осы. Сонымен Реал Мадрид келді деп Алматыда ұйқы жоқ жастарында. Жалпы 30-40 жылда елдің қандай ел болатыны бұна жастарға қарап білуге болады ғой. Енді сол жастардан не жақсы, не қайыр күтеміз. Түнгі ұйқы қайда, күндізгі оқу қайда, таңғы жаттығу қайда, құлшылық қайда, бұлай айтқанда. Иә, міне таңғы 6-7, мынау мектептің стадионын қараңыздар. Bir адам бар ма? Bir жаттығып жүрген адам жоқ. Иә, қай жерге барып қарасаңыздар да сол. Бірақ кешке қаптаған адам. Кешке барсаңыздар, бүкіл жер жастарға толы, қиқу-шиқу, шашылған мусор. Осындай міне біздің жағдайымыз. Қазақ атам айтады: доп ойнаған тозар, асық ойнаған азар, бәрінен де қой бағып, құйрық жеген озар дейді. Көрдіңіздер ме? Бұл міне таза ұлтты улау деген осы болады. Жастардың санасын улау деген осы. Көрдіңіздер ме қайда? Бұл үлкен бизнес. Елді дамытпау, жастардың санасын улау. Мен ол жастарды енді бүгін таңертең таңғы 8-де сабаққа барып, олар бірдеңе оғып, керемет бір нәтиже көрсетеді деп мен өз басым ойламаймын. Енді сіздерді білмеймін. Бірақ түнде ұйықтамаған адамның бүкіл миы дұрыс емес. Нейрондар дұрыс емес, гормондар дұрыс емес. Иә? Түнгі 10-да 11-ге дейін адам баласы ұйықтап қалу керек. Сонда оның сана сезімінің барлығы тұнық болады. Сол жастардан Мағжан айтқандай, мен жастарға сенемін дейді. Ол қандай жастарға сенді? Салауатты өмір салтын ұстанған. Ақыл ойы тұнық, білімді, иманды, саналы, салиқалы. Ал мен енді мынау түнімен ұйықтамай, автобусты төңкеріп тастай жаздаған адамдарға мен енді күмәнім бар енді ондай болатынына. Ол онда не істеп жүр? Кімнің фанаты? Неменеге қызықсаң сол боласың дейді. Мен олардан бір керемет кәсіпкер шығып, елді дамытат, елдің бір керемет қылат дегенге өз басым сенбеймін. Ал болашағымыз жарқын болсын, енді жастарды дұрыс жолға тәрбиелейік. Салауатты өмір салтын ұстану керек. Салауатты өмір салты дегеніміз міне таңертең ерте тұру, ерте жату. Әр нәрсенің уақыты бар өзі.